Қазір көптеген өзгерістер болып жатыр ғой. Халық бірін түсініп, бірін түсінбей жатыр. Кәсіпкерлер осы салықтық өзгерістерге байланысты көбірек қысымды көріп бастаған сияқты, меніңше. НДС дейді ғой, қосымша құн салығы 12%-дан 16%-ға көтеріліп жатыр. Шағын кәсіпкерлерге өте оңай болмайын деп тұр. Пенсияға шығатын кісілерге, немесе декретке шығатын қыз-келіншектерге өте қолайсыз. Өйткені ол жерде әлеуметтік төлемдер өте төменді. Бізде қазір 2 тізім бар да. Рұқсат етілген тізім бар. Ол жаңағы өзін жұмыспен қамтамасыз ететін кісілерге арналған тізім. Жеңілдетілген режимге арналған жаңа тыйым салынған тізім бар. Осыны халық шатастырып алмаса екен. Сол НДС-ті да, жаңағы налогты да кімнен алады? Ең соңында тұтынушының қалтасынан алады. Сонда қарапайым халық зардап шегейін деп тұрған. Мысалға, ИП-мен жұмыс жасайтын кәсіпкерлерде, тоймен жұмыс жасайтын кәсіпкерлерде қазір келесі жылға өте көп қызметкерлерін жұмыстан босатып жатыр деген сыбыс бар. Бұл неліктен болуы мүмкін? Жалпы кәсіпкер нақты қандай зардаптар шегуі мүмкін? Сол салықтары көп болғаннан кейін көп кәсіпкерлерге ол ауыр, шынымен де. Сондықтан енді кейбір жерлерде жұмысшы қысқартуға тура келеді. Бірақ оны егер бір ұстаса, енді барлықтарыңыз да білесіздер, салық органы ол қадалған жерінен қан алмай қоймайды. Сондықтан ол өте қауіпті. Үйдің қымбаттауы қаншалықты рас, және ол қандай факторларға байланысты? 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін кәдімгідей үйдің бағасы көтерілейін деп тұр. Кемінде 30%-ға көтерілейін деп тұр. Мемлекет, өкімет ашық айтып отыр. Бізде бюджетке қаражат жетіспейді. Жаңағы әлеуметтік төлемдер төлей алу үшін жалпы біз бірнеше өздерінің бір жұмыстары бар ғой, жоспарлары, солардың бәрін іске асыруымыз үшін бізге салықты көбейтуіміз керек деп ашық айтты ол. Сәлем көрермен, бұл Байбол подкаст каналы. Бүгін бізде қонақта 15 жыл тәжірибесі бар бухгалтер, миллиардтаған айналым бар компанияларды жүргізетін консалтинг компаниясы бар Айман Төлешова. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Ұлпан ханым. Шақырғаныңызға рахмет. Қазір көптеген өзгерістер болып жатыр ғой. Халық бірін түсініп, бірін түсінбей жатыр. Осы подкастыңыз өте орынды деп ойлаймын. Алла қаласа, осы подкастпен халқымызға бір пайдалы, жақсы білім берейік. Керемет, менің де ниетім осы болған. Өте көп ақпарат көп, адам қайсысын тыңдайтын білмейді деген сияқты ғой. Сондықтан маған да дайректқа көп жазады. Енді Ұлпан, сіз кәсіпті жүргізесіз, ИП-мен жұмыс жасайсыз, сіз қандай режимға өтіп жатырсыз деген сияқты өте көп сұрақ. Сондықтан да жалпы адамдар үшін де, кәсіпкерлер үшін де пайдалы болатын мықты подкаст жасайық. Бұйыртса. Алғашқы сұрақты мынадан бастағым келіп тұр. Жалпы осы жыл басталып жатқан кезде тіпті бірнеше ай бұрын халық уже сезіп бастады, бағалардың қымбаттап жатқанын, және кәсіпкерлер осы салықтық өзгерістерге байланысты көбірек қысымды көріп бастаған сияқты, меніңше. Енді өзім кәсіпкер болғандықтан да мен де сезіп бастадым. Енді сұрағым, жалпы осы өзгерістерден кім зардап шегеді? Қарапайым халық па, әлде кәсіпкерлер ма? Енді бұл өзгерістер Қазақстан азаматтарының барлығына әсер етеді. Өйткені жаңағы НДС дейді ғой, қосымша құн салығы 12%-дан 16%-ға көтеріліп жатыр. Ол енді біздің азық-түлік, жаңағы ақсақалды атамыздан бесіктегі баламызға дейін тұтынушымыз барлығымызға әсер ететіні сөзсіз. Оның ішінде енді шағын кәсіпкерлерге өте оңай болмайын деп тұр. Осы өйткені ол кісілерде жаңағы НДС бар, лимиті бар деген сияқты бірнеше өзгерістер болып тұр. Айта кететін болсам, жалпы жеңілдіктер де бар арасында. Барлығына тоқтай кететін болсам, бұрын бізде қазіргі таңда 8 режим болатын. Оның барлығын бізде азайтып 3 режимге қалдырды. Ең бастапқысы өзін жұмыспен қамтамасыз ететіндер. Қазіргі таңда ол самозанятый деп аталады, енді жалпы тілмен айтатын болсақ. Ол дегеніміз қалай? Яғни ол ИП ашудың қажеті жоқ ол жерде. Салық, жаңағы бизнес деген бірнеше приложениялар болады. Соның ішінде өзіңізді регистрация жасап, мен өзімді жұмыспен қамтамасыз етіп жатырмын деп бір галочкасыма бір нәрсесі болатын шығар. Енді жаңа жылда көре жатамыз. Соның өзін тіркеп сол жерге жаңағы чегін ұрып, өз жұмысын сол жерде барлығын жаңа ресми көрсетіп отырады. Ол жерде қандай жеңілдік? Яғни ИП ашудың қажеті жоқ, отчет тапсырудың қажеті жоқ. Оның басын қатырып, жаңағы бухгалтерге жүгініп, онда еш нәрсе жасамайды. Жаңа чегін ұрады ай сайын, айда 1 рет.
4% жаңағы әлеуметтік төлемдерін төлеп отырады, болды. Лимиті қанша? Лимиті айына 300 МРП деп атады, айлық есептік көрсеткіш деген бар. Сол енді шамамен алғанда 1.200.000-1.300.000 теңгенің шамасында. Ол енді мысалы қыз келіншектер жаңа үйде отырып торт пісіріп, жаңа киім тігіп, сондай бір қызметтермен айналысатын болса, немесе бір өзінің жаңағы пәтері болып, соны арендаға беретін болса деген сияқты. Яғни табысыңыз, айлық табысыңыз 1.300.000-нан аспайтын болса, сіз үшін бұл қолайлы. Бірақ бұл жерде айта кететін нәрсе, жаңағы пенсияға шығатын кісілерге, немесе декретке шығатын қыз келіншектерге өте қолайсыз. Өйткені ол жерде әлеуметтік төлемдер өте төменді, ол жаңа тиімсіз болып табылады. Сол жағын ескере кетсеңіздер. Одан кейінгі өзгеріс, жаңағы енді ол біздің өте ауқымды өзгеріс деп айта аламын. Мынау екінші режим түрі, яғни жеңілдетілген режим. Жеңілдетілген режимді да оңайлатқан тұсы бар, бірақ бір жағынан қысып қойған жерде бар да. Мысалы қалай? Жеңілдетілген режим, егер сіз тек жеке тұлғамен жұмыс жасайтын болсаңыз, яғни сіздің тұтынушыңыз жеке тұлға болатын болса, сіз үшін қолайлы. Яғни ол жерде жаңа қазіргі таңда мысалы 78 миллионға жетсеңіз НДС-қа өтуіңіз керек деген сияқты нәрселер бар да. 2026 жылда ондай лимит жоқ. Яғни сіз жеке тұлғамен жұмыс жасап, сіздің океттеріңіз жаңағы жеңілдетілген режимге арналған не бар? Тыйым салынбаған окет тізімдер бар. Тыйым салынбаған, яғни сол океттердің ішінде сіздің окетіңіз жоқ болса, сіз оңай жаңағы өзіңізге ыңғайлы осы режиммен жұмыс жасай бересіз. Ол жердегі лимитіміз 2,5 миллиард, яғни жылында 2,5 миллиардқа дейін сіз НДС-ке тұрмай, жаңағы өзіңіздің жұмысыңызды, кәсібіңізді жасай бересіз. Бұл жерде айта кететін нәрсе, тек жаңа жеке тұлғалармен жұмыс жасайсыз. Осы маңда жаңағы окетке өте не болу керек? Абай болу керек. Өйткені біз білеміз, қазіргі таңда бір ИП-да 5 окетке дейін тіркеуге болады. Рұқсат етілген. Бірақ сол океттеріңіздің біреуі жаңа тыйым салынған тізімде болатын болса, онда сіз басқа океттермен де жаңағы жеңілдетілген режиммен жұмыс жасай алмайсыз. Бір окет үшін уже басқа режимге ауысып кетеді. Осы мәселе бар. Жаңа тағы да айта кететін нәрсе, өзін жұмыспен қамтамасыз ететін режимда да ол жерде рұқсат етілген тізім бар. Яғни бізде қазір 2 тізім бар да. Рұқсат етілген тізім бар. Ол жаңағы өзін жұмыспен қамтамасыз ететін кісілерге арналған тізім. Жеңілдетілген режимге арналған жаңа тыйым салынған тізім бар. Осыны халық шатастырып алмаса екен. Мысалы, мына тізімде мен жоқ екен, мына тізімде бар екен, бұл не тізім деген сияқты болмасында, өзін жұмыспен қамтамасыз етсеңіз, сіз үшін арналған жаңағы рұқсат етілген тізім бар. Егер сіздер осы видеоның соңына тізім деп жаза кетсеңіздер, біз сіздерге оны тегін жібере аламыз. Керемет болады еді. Одан кейін жаңағы жеңілдетілген режимге арналған тыйым салынған окет түрлері бар. Оны да жібере аламыз. Осы мәселелерді өте мұқият болу керек. Ертеңгі күні жаңа штрафқа түсіп, жаңағыдай болып қалмау үшін. Яғни осы жерде қазіргі таңда мысалы упрощенка дейміз ғой, яғни жеңілдетілген режиммен жұмыс жасайтын кісілер толығымен жаңа общеустановленный режим дейді, жалпы режиммен жұмыс жасай беретін. Яғни 2026 жылдан бастап осы тұсты прям алып тастап жатыр. Өте қалай десем болады, бір жағынан бір әділетсіздік сияқты ма? Өйткені яғни үлкен компаниялардың барлығы, жаңағы субподрядчик дейді, қызмет алып отырған компаниялардың барлығы, ИП-лары барлығында жеңілдетілген режим. Енді сол кісілерге қиын болайын деп тұр да. Өйткені мысалы жаңағы құрылыс жасап жатқан компания бір отделочный жұмысын, бір ұсақ-түйек жұмыстарын сондай жаңа кәсіпкерлерге береді. Ол кісілерге беріп, енді жұмыстарын атқарып отырған. Енді 2026 жылдан бастап ондай кішігірім кәсіпкерлер ондай үлкен компаниялармен жұмыс жасай алмайды, егер жеңілдетілген режимде қалатын болса. Яғни жалпы режимге өту керек болады. Ал жалпы режимге өткен жағдайда ол жерде енді жаңағы кірісінен шығысын алып тастап 10%-ын төлейді.
налогы бар, 10% налог. Ол 10% налог ол бер жағы да. Егер сіз 40 миллионға жетсеңіз, сіздің жылдық оборотыңыз, сіз НДС-ке өтуіңіз керек болады. Жылдық оборот. Жылдық оборот. Жылдық оборотыңыз 40 миллионға жетсе, болды, сіз НДС-ке өтуіңіз. Оны негізі түсіріп тастады. Биылғы жылы 78 миллион еді оның лимиті. А келесі жылы оны 40 миллион қылып қойды. Бір жылдық, иә. Және НДС-ға өтсе қанша процент болады? 16% болады НДС. Және ол не дейді ғой, жаңа мәңгіге өтеді НДС-ке. Сіз мысалы 2025 жылы қазіргі таңда НДС-ке жұмыс жасамайтын болсаңыз, сіз НДС-тен кез келген уақытта жаңағы мен келесі айдан бастап НДС-пен жұмыс жасамаймын деп өтінім беріп, НДС-ті алып тастай алатынсыз. А енді келесі жылдан бастап болды. Сіз бір рет НДС-ке тұрдыңыз ба, әрдайым НДС-пен жұмыс жасайтын боласыз. Мысалы енді ол әрдайым бір үлкен компаниялармен жұмыс жасамауы мүмкін. Бір күні сатылым бар, бір күні сатылым жоқ деген сияқты. Бір күні кірісі бар, бір күні жоқ деген сияқты. Сондай болса да 16% НДС төлеу керек болады да. Сол жағы шамалы қиындау болып тұр. Енді сол кісілер қазір ең зардап шегіп жатқан сол кісілер. Біздің мысалы қазір клиенттерімізде келіп жатыр, жаңадан клиенттер. Осы жақында ғана біз жаңа налоговыйға да бардық, сұрадық, не істеріміз білмей жатырмыз дейді. Ол кісілер жаңағы ұсақ түйек нелер сатады екен, ол ресторандарға жаңа салфетка андай деген сияқты материалдар сатады екен. Упрощенкамен жұмыс жасап отырған, жеңілдетілген режиммен 3%-ін төлеп отырған. Енді қазір ол кісілер айтыпты, болды, біз сіздермен жаңа жылда жұмыс жасамаймыз. Яғни сіздер жаңа жалпыға бірдей режимге өтулеріңіз керек. Оның үстіне НДС-та болуыңыз керек деген сияқты. Мен айтам, енді ондай заң жоқ, НДС-та болуыңыз керек деген. Ол енді әр компанияның өзінің ішкі политикасына байланысты. Енді біз не істесек болады дейді. Енді мен айтам, онда сіз енді финансовый моделіңізді толықтай өзгертіп, қарап, жаңағы бағасын көтеріп деген сияқты, мүмкін басқа арзан жерден алу керек деген сияқты нәрселер. Яғни бұл нәрсе барлығына әсер етеді. Қазір ол кісі көтереді, одан кейін ана кісі көтереді деген сияқты. Ең соңында бірақ тұтынушы зардап шегеді ғой. Өйткені сол НДС-ті да, жаңағы налогты да кімнен алады? Ең соңында тұтынушының қалтасынан алады да. Сонда қарапайым халық зардап шегейін деп тұрған. Жалпы бізде айтып жатыр ғой, Европада налогтың бағасы қымбат, 35%-ға дейін, 40%-ға дейін, бірақ ол жақта ай сайынғы төлемдері сәйкесінше өте жоғары. Мысалға мен ойлаймын, жеке өзімнің пікірім, біздің ай сайынғы жаңағы айтады ғой, зарплатасы, жалақысына байланысты налогтар өте қымбат деп ойлаймын мен, салыстырмалы түрде. Және осы жерде айтып өтейікші, мысалға ИП-мен жұмыс жасайтын кәсіпкерлерде, тоймен жұмыс жасайтын кәсіпкерлерде қазір келесі жылға өте көп қызметкерлерін жұмыстан босатып жатыр деген сыбыс бар. Бұл неліктен болуы мүмкін? Жалпы кәсіпкер нақты қандай зардаптар шегуі мүмкін? Салық жүктемесі жоғарылаған сайын енді әр кәсіпкер енді пайдасын ойлайды ғой, қарайды, жаңа финансовый моделін қайтадан қарастырады. Сол кезде, яғни өзіне тиімсіз болған жағдайда қалай енді мына салықты да төлеу керек, кірісті де арттыру керек деген сияқты осы жұмысшыларын қысқартып жатқан кәсіпкерлер де бар. Өйткені бізде жұмысшыларға да төленетін салықтың жүктемесі өте жоғары да қазіргі таңда. Бізде мысалы шетел азаматтары келеді, сұрайды, сіздерде неге соншама қымбат нелеріңіз, салықтарыңыз? Жақында бізде сол Қытайдан келген азаматтар болды. Ол жақта не екен да, жаңағы сіз ата-анаңызды қарап отырсаңыз, немесе жаңағы отбасыңызда бір өзіңіз жұмыс жасасаңыз деген сияқты өзінің бір критерийлер бар екен. Солардың бәрін белгілеп, дәлелдей алсаңыз, сіздің салығыңызды өте төмен төлеткізеді. Мүмкін кейбір жерлерде төлеткізбейді дейді. Сіздерде енді бәріне бірдей жаңағы біз қазіргі таңда есептесек бір 40%-дай болып қалады салық жүктемесі. Өте ауыр негізінде. Біз бәрін жаңағы ресми көрсеткіміз келеді. 500 мың ба, 500 мың, 600 мың, 600 мың деген сияқты. Бірақ сол салықтары көп болғаннан кейін көп кәсіпкерлерге ол ауыр шынымен де. Сондықтан енді кейбір жерлерде жұмысшы қысқартуға тура келеді. Мысалы енді кейбір жұмыстарын енді кәсіпкер өзі істеуі мүмкін деген сияқты ғой. Сондай жағдайлар орын алады деп ойлаймын мен қазір. Менің құрбым осы товарный бизнеспен айналысады да. Ол айтады, мен ИП-мді жабам, немесе
білмеймін қандай вариант бар екен, өйткені мен товарды алып келем, оны официально жұмыс жасаймын, ол жақта төлейтінің бар барлығы, және товардың өскенімен айтады да, мысалы қазіргі енді біз 12% деп айтқанмен ол салыстырмалы түрде товардың бағасы негізі 30%-ға дейін өседі екен дейді. Әртүрлі расходы бар деген сияқты. Енді мен дейді күнделікті мысалы товарымды мынанша сомаға сатып жатсам, бірден 30-40%-ға сатсам, ол менің сатылыма тікелей әсер етеді дейді. Ол бірінші. Екінші нәрсе менің сотрудниктарым дейді. Олар мысалға басқа салық жаңағы товар қымбаттайтын болса, күнделікті тұтынатын заттар қымбаттайтын болса, менің қазіргі беріп жатқан зарплатам оларға жеткіліксіз дейді. Енді дейді менде сатылым болмай жатса, сатылым түсіп кетсе, азайып кетсе, мен қалай сотрудниктарымды осындай үлкен жаңағыдай зарплатасын көтере аламын деген сияқты. То есть адамдар үшін де жаңағы адамдардың жұмыстан шығып қалу да қаупі бар ғой. Иә, әрине. Сондықтан да енді қазір сол жаңағы жеңілдетілген режимде жұмыс жасап, пайда тауып отырған кәсіпкерлер жаңағыдай финмоделін толығымен қайта қарастыру керек болады да. Қайта қарап, жаңағыдай мен қай жағынан пайда таба аламын? Мына жұмысшымды мен жұмыспен қамтамасыз ете аламын ба? Бұның айлық жаңа салықтарын төлей аламын ба? Мынау кәсіпкермен жұмыс жасасам, жаңағы қазіргі таңдағы 10% салығымды төлей аламын ба? Одан кейін 40 миллионға жетсем 16% салығымды төлей аламын ба деген сияқты қазірден бастап дайындалып жатыр да көп кісілер. Сол жағы кішкене қиынырақ болайын деп тұр барлық кәсіпкерлерге. Жақсы, кәсіпкерлерге қазір айналып келеміз. Тағы бір сұрағым бар. Әлі күнге дейін Каспий Голдқа оплата қабылдайтын кәсіпкерлер бар деп айтайыншы. Иә, ол кәсіпкерлер үшін мынандай қорқыныш бар екен. Соңғы 2-3 жылда қатты тексереді, тағы да налогтар болуы мүмкін деген сияқты. Жалпы осы Каспий Голдқа қабылдай берудің қандай рисктары бар? Оның да енді тексерудің критериялары бар қазіргі таңда. Яғни 3 ай дейді, ай сайын дейді, 100 адамнан дейді. Сізге Каспий Голдқа ақша түссе, оның көлемінде 1 миллион шамасында болса дейді, бір ай мысалы енді сіз той жасадыңыз, 100 адам сізге 1 миллион жіберді. Ол жарайды дейді. Екінші ай тағы да сондай болды, жарайды дейді. Егер үшінші айда да сондай болса, міндетті түрде тексеріске түседі. Яғни сіз кәсіби бір жұмыс жасап, содан пайда тауып жатсыңыз деген бір тексеріс ашуы мүмкін кез келген жеке тұлғаға. Ал енді бұл дәлелдей алса ол кісілер, ол жаңағы штрафтары бар, жаңағы салығын толығымен төлеткізеді деген сияқты. Бұл бір жағдай. Екінші жағдай, қазір кісілер айтады, менікі 1 миллионға жетпейді ғой дейді айына, немесе 100 переводқа жетпейді ғой дейді, мені кім байқап жатыр деген сияқты. Бірақ ол мысалы бізде заң бойынша 3 жылдың ішінде сізді тексере беретін бір заң бар. Срок исковой давности дейді, яғни сіз жеке тұлға болсаңыз да, кәсіпкер болсаңыз да, жаңағы заңды тұлға болсаңыз да, сізді мысалы қазір 2025 ба, кейінге қарай 3 жылға дейін сізді тексеру құқы бар. Ол мысалы қазір сізге ешнәрсе демеу мүмкін, келесі жылы ешнәрсе демеу мүмкін, одан кейін жылы сіз кезінде осындай периодтар болған екен. Оны қайдан алдыңыз, дәлелдей аласыз ба деп сұрамауына ешкім кепілдік бере алмайды. Сондықтан онымен онша қатты қалай десем, жұмыс жасамау керек деп ойлаймын. Мысалы 2028-де тексеріс келетін болса, ол қай жылдан бастап тексеру мүмкін? Енді 25-тен бастап тексереді. 25-тен бастап, иә, соңғы. То есть мысалы 26-та тексеретін болса, 23-тен бастап тексеру мүмкін, иә. Ал нақты қандай штрафтар бар, қанша процент налог төлейді ондай жағдайда? Енді ол кезде егер ол кісілер жаңағы салық органдары сізді кәсіби жұмыс жасады, кәсіпкерлікпен айналысты деп дәлелдей алса, сол бүкіл периодтарыңызға жаңағы 3% төлетеді. Одан кейін 3 жылдан бергі келе жатқан пеня болып кетеді ол. Мәссаған. Ол сіздің салығыңыздан да көп болуы мүмкін. Төленбеген салық ретінде пенясын төлетеді, иә. Одан кейін тағы да бір штрафтарды бар, ол өте қауіпті негізінде, онымен қатты шұғылданудың қажеті жоқ қазіргі таңда. Оны мүмкін қалай десем болады, андай біз жалпы негіз қазақ халқы андай жайбарақат, сондай Құдай сақтасын деп қойып па? Бәрі де солай жүр ғой, көппен көрген ұл той деп сөйтіп жай қараймыз ғой ондай нәрселерге. Бірақ оны егер бір ұстаса, енді барлықтарыңыз да білесіздер, салық органы ол қадалған жерінен қан алмай қоймайды. Сондықтан ол өте қауіпті. Онымен қатты қазіргі таңда енді 3% ғой, сол 3%-ді төлеп тып-тыныш жұмыс жасап, уайымсыз, қайғысыз адал асыңыз жеген дұрыс деп ойлаймын. Жақсы.
Енді қазір жалпы бәріне ортақ сұрақ үй алу мәселесі. Біздің Қазақстанда үйдің арзан емес екенін бәріміз білеміз. Ешқандай налогтық өзгерістер болмаса да жыл сайын үй қымбаттайды жаңа жылдан бастап, иә. Және ипотекалық бағдарламалар да проценті аз емес. Енді сұрақ, жалпы үйдің қымбаттауы қаншалықты рас және ол қандай факторларға байланысты? Жылдан жылға үй алу қолдан қалай айтсақ болады, алыстай беретін сияқты менің ойымша. Иә, соны мен де ойландым. Кәдімгідей жүрегің ауыратын жағдай негізінде. Қазіргі таңның өзінде мысалы жастарға өте қиын. Бір жағынан жаңағы жалақы аз, бір жағынан үй қымбат деген сияқты. Ипотеканың да жаңа бірнеше программалар бар. Жеңілдетілген программаның өзі негізі ауыр халыққа. Оның өзін еліне алмай жатады. Енді қазір бұл үй мәселесіне келетін болсақ, 2026 жылдан бастап 16% жаңағы қосымша құн салығы қосылады деді ғой, бірақ осыны бір жаңағы айқындап кететін бір жағдай бар да. Ол мысалы 2026 жылы болды, сол кезден бастап бүкіл үйге 16% қосылады деген нәрсе жоқ. Заң бойынша, яғни оны былай 2025-те үй басталса салынып, ол үйде НДС жоқ. Яғни жаңа қосымша құн салығы оған қосылмайды. Егер үй салыну кәдімгідей мысалы начато строительство дейді ғой, сол 2026-дан басталған үйлерге қосылады 16%. Яғни біз 16%-ның өсуін бірден 2026 жылы былай қалай десем болады, сезінбейміз. Негізі бір жылдан кейін, 2 жылдан кейін кәдімгідей үйдің бағасы көтерілейін деп тұр. Өйткені жаңағы айтқанымдай 2025-те салынып басталған үй, 2023-те, 2024-те салынған үйлерге ол қосымша құн салығы қосылмайды. 2026-да салынып басталған үйлерге қосылады. Оның үстіне жаңағы банктың нелерінде арттырды ғой қазір. Проценттерін ба? Салық, жаңағы кіріс салығын арттырды ғой банктардың. Енді ол банк қайдан алады? Қазір өздерінің пайдасын тауып жатыр. Осы пайдада қалу үшін олар да өзінің жаңа қызметтерінің бағасын өсіреді. Демек, үйдің бағасы қымбаттамаса да, біз банктегі процент арқылы көбірек. Ипотекаға алатын болсаңыздар, жаңа не қылатын болсаңыздар, сондай бір программаларда олардың қызметтері қымбаттайын деп тұр. Сондықтан да үйдің бағасы әрине қымбаттайды. Бір жылдан кейін жаңағы енді 2026 жылдан басталып жатқан үйлер, олар 16% қосқан кезде, мынау алдында жаңа салынып басталған үйлерде қарап отырмайды ғой. Олар да жаңа конкуренттеріне қарап, біз де онда бағаны көтереміз деген сияқты. Олар да көтеруі мүмкін да, сондай бір қауіпті жағдай болайын деп тұр қазір. Осы жерде 26-ға дейін салынып бастаған үйлердің бағасы қымбаттамайды дегенге күмәнім бар менің. Иә, соны айтамын да, ол кісілер де енді олар енді бір объектті салып қоймайды ғой. 2026-да тағы да бір нәрсені бастайды мысалы. Соған жаңа бүкіл өздерінің баға политикасын өзгертеді. Біз бәрібір мысалы бір жылдан кейін НДС төлеп бастаймыз, 2 жылдан кейін төлеп бастаймыз. Қазірден бастап қаржы жинайық деген сияқты ойларда олар мүмкін жаңа политикасын өзгертіп бағаны қосады. Демек, 16% салық қосылғанмен, өзгергенмен, ол салықтың өзі. Және одан бөлек үйді салуға түрлі шикізаттар шетелдерден алып келінеді ғой. Демек, 16% деген ең бергі жағы ғой, біз айтқан кезде. Негізі бір 30%-ға, кемінде 30%-ға көтерілейін деп тұр. Өйткені мысалы мынау бізге шикізаттың бәрі шетелден келеді ғой. Шетелден келген шикізаттарға қазір 12% төлеп жатыр. Келесі жылдан бастап 16% төлейді. Бүкіл материалдар кірген жаңа импорт товарлардың барлығы 16%-бен. Онда тіпті 30%-дан жоғары болады. Иә, сондай сол кезде ол кісілер енді ол шикізатты сатып алатын компанияларды олар да көтереді өздерін. Мен жаңағы строительный компаниялар жұмыс жасайтын ИП-лар жаңағы жеңілдетілген режимнен шығып кетеді, жалпы режимға өткеннен кейін олар 10% болып тұр. Олар көтереді. Енді жаңа құрылыс компаниялары мынау да көтеріп жатыр, анау да көтеріп жатыр. Ол НДС келмеген жағдайдың өзінде де 2026-да оның жаңағы себестоимость дейді ғой, енді салынып жатқан үйдің өзінің құны өсіп тұр да. Ол өз құны өскеннен кейін олар да бізге сәйкесінше сол көтеріп сататын болады. Ол енді сіз-ақ көтерілейін деп тұр ғой сонда. Мәссаған. Жалпы енді бұл сұрақ сізге тікелей қатысты ма білмеймін, бірақ менің өзім көкейімде жүрген ондай сұрақ бар. Жалпы осы үй бағасын бақылайтын бізде
мемлекеттік органдар бар ма? Мысалы кейде тіпті үйлер өте сапасыз үйлер болады ғой. Сол үйлердің өзінің мысалға комфорт класспен бірдей бағасын қойып қойған. Мысалы қаланың шет жақында не метросы жоқ, не автобусный линиясы жақын емес жерлердің өзінің бағасы өте қымбат. Иә, бұл сұрақ мені де қатты мазалайды, шынымды айтсам. Бұл сұраққа нақты жауап мен де ала алмадым. Бірақ бір естігенім, үй салатын компаниялар үлкен монополисттер дейді негізі. Яғни ол неден жаңа бағаларын ұстап тұрады? Өйткені конкуренттері жоқ та, жоқтың қасы. Яғни мысалы бірнеше монополист кіреді, болды. Солар өздері жаңа бағасын қояды, өздері барлығын реттеп отырады деген сияқты ғой. Бұл енді біздің деңгейімізде немесе бір шешілетін сұрақ емес та, бұған біз жауап та бере алмайтын шығармыз. Жақсы. Бізде енді бұл экономикалық өзгеріс алдын ала дайындықсыз бірден келді ғой. Иә, мысалға 2 жыл бұрын ескертілген жоқ. Мысалға осындай режимдер болады деген сияқты. То есть адамдар, кәсіпкерлер де қарапайым халықта ешқандай дайындықсыз кіріп кетті да. Жалпы бұл өзгерістердің артында мемлекетке қандай бір тиімділік бар? Неге бұндай өзгеріс аяқ асты орын алып кетті? Иә, енді бұл жерде мемлекет, үкімет ашық айтып отыр. Бізде бюджетте қаражат жетіспейді. Жаңағы әлеуметтік төлемдер төлей алу үшін жалпы біз бірнеше өздерінің бір жұмыстары бар ғой, жоспарлары, солардың бәрін іске асыруымыз үшін бізге салықты көбейтуіміз керек деп ашық айтты ол. Ол бір жағдай. Екінші жағдай, енді осы бір реформалар арқылы дейді, біз жаңағы көлеңкелі бизнесті көзін жоямыз деп отыр. Яғни жалған кәсіпкерлер деп айтамыз ғой. Мысалы бір обнальный компания деп атайды оны. Өтірік жаңағы бір ИП ашып, соған ақша жіберіп, өтірік қызмет алып деген сияқты. Былай қарап тұрсаң, сол жерде бір сотрудниктары жоқ, жұмысшылар жоқ, жасалып жатқан бір жұмыс бар дейді, бірақ оны жасап жатқан жұмыс жоқ сияқты. Тек бәрі қағаз жүзінде болып жатқан жағдайларды осылардың түбегейлі жаңағы көзін құрту ғой, былай қарап тұрсаңыз. Осы 2-3 жағдайды шешеміз деп осы реформаны жасап отыр. Бірақ бұл реформаның артында, яғни плюсынан минусы көбірек сияқты ма деп қорқыныш бар енді барлығымызда да. Өкіметтің көздегені сол енді. Жаңағы бюджеттегі қаражатты көбейту, көлеңкелі бизнесті жою, жаңадай өтірік жалған компаниялардың көзін құрту. Осы арқылы нағыз кәсіппен айналысып жатқан кәсіпкерлер жұмысты жасасын деп отыр. Нақты заңдастыру. Жақсы, енді іс барысында көріп жатармыз. Бірақ қазір алдын ала өте көптеген жаңағы жеке кәсіпкерлік жабылып жатыр деген сыбыс та бар. Жалпы менің айналамда да кәсіпкерлігін жауып жатқан адамдар бар. Трец бар ғой, әлеуметтік желі. Ол жерде де өте көп адамдарда сондай болып жатыр. Мен кәсібімді қалай жүргіземін енді? Мысалы, мен товар сататын болсам, оның 35%-ін төлеуім керек деген сияқты сондай да көбірек резонанс деп айтсақ болады, иә. Жалпы осы өзгерісте қандай кәсіпкер жабылуы мүмкін? Бұл енді жаңағы маржинальность дейміз ғой. Маржинальность өте төмен, яғни пайдасы өте төмен товарлармен, жаңағы сатып алумен айналысып жүрген кәсіпкерлер жабылуы мүмкін, шынымен де. Одан кейін тек қолма-қол ақшамен жұмыс жасап жүрген кәсіпкерлер жабылуы мүмкін. Өйткені жаңағы кассовый барлығын контрольға алып жатыр ғой, сіздің каспиіңізді болсын деген сияқты. Одан кейін Валберс, Озондарда біраз сұрақтар болып тұр екен. Бір-екі осы жақын арада біраз кісілер хабарласты. Озонда, Валберста біз жалпы режиммен жұмыс жасаймыз, сіздер де жалпы режимге өтіңіздер деген сияқты ұсыныс емес, кәдімгідей сондай бір шарт қойып жатыр екен өзінің клиенттері ғой енді. Мысалы кәсіпкер, ИП жеңілдетілген режиммен қазіргі таңда Озонда, Валберста товарын сатып пайдасын алып жүр. Оның бір көріп жатқан пайдасы ары кетсе бір 10-15% шығар. Енді Озон мен Валберс айтады, сіздердің заңдарыңыз бойынша біз бұлай жұмыс жасай алмаймыз, сіздер енді жалпы режимға өтулеріңіз керек дейді. Олар енді жалпы режимға өту үшін біріншіден ол кісілердің көбісі товарды базардан алады. Базардан алған товарда документ жоқ деген сияқты. Енді ол кісілерге шарт қойып жатыр. Жаңағыдай жалпы режимге өтесіз, товарыңызды заңдастырасыз деген сияқты. Ол товарды ол кісілер Қытайдан біріншіден алдырта алмайды. Ол үлкен қаражатты қажет етеді.
алған күннің өзінде де ол жақта жаңа импортный пошлинасы бар, НДСі бар төлейтін, енді 26 жылдан бастап 16%. Озонға қойғаннан кейін де, Валберске қойғаннан кейін де арадағы пайдадан төлейтін 10% бар. Ол кісілер мүлдем жұмыс жасай алмайды да, ондай енді 30-35%-ға көтере алмайды. Оны өздері де түсініп тұр. И ол кісілердің шешімі, немесе біз жұмыстан жаңа Валберс пен Озонмен жұмыс жасамаймыз, немесе бір шетелдік жаңа басқа жақтарды жағдайларын сол ойластырып жатыр да, қай жақта біз басқа мемлекетке барып осы Валберс пен Озонмен жұмыс жасай аламыз деген жаңағы жолдарын іздестіріп жатыр десем болады. Сол кәсіпкерлер жабылып қалуы мүмкін. Демек, кәсіппен айналысатын адамдардың да шетелде бизнес үшін кетіп қалу қаупі бар, иә? Ол бар. Кәдімгідей қазір біраз кісілер ойластырып жатыр. Біз не істесек болады, қайда барсақ болады деген сияқты. Мен естуімше бір үлкен компаниялар мысалы Өзбекстанға кеткен деген сияқты бір хабардар бар. Енді бірақ осы жақын арада кеше ғана Валберс жазыпты, жарайды біз қазір осы жеңілдетілген режиммен жұмыс жасай беріңіздер, ары қарата көре жатармыз деген сияқты. Өйткені енді кәсіпкерлер қатты шулап кеткен болуы мүмкін. Ол платформа үшін де үлкен риск қой? Иә, ол платформа үшін де үлкен риск. Бірақ мысалы Каспи ондай емес. Каспида сіз жеңілдетілген режимде болсаңыз да жұмыс жасай бересіз. Өйткені Каспидің кішкене политикасы басқаша, жұмыс жасау модели басқаша. Сондай енді қазір шынымен де сіз айтқандай жаңа бізді алдын ала дайындалған жоқ та. Осы 1-2 айдың ішінде сіз осылай болды. Халық дайын болмай қалды. Кәдімгідей абдырап қалдық десек болады. Не істесек болады, қайда барсақ болады деген сияқты. Кеше бір кәсіпкер айтады, мен жеңілдетілген режимде жұмыс жасай беремін ғой дейді. Иә, жасай бересіз. Сізге ешкім жаңа өзінің клиенттері сізді міндеттеп жатқан жоқ па, жалпыға өтіңіз деп десем, жоқ, мені ешкім міндеттеп жатқан жоқ дейді. Енді жеңілдетілген режимде бірақ жаңа НДС лимиті 40 миллион екен ғой деп андай бір паниковать етіп жатыр да, уайымдап. Мен айтамын, жоқ, сіз жеңілдетілген режимде жұмыс жасай бересіз. 40 миллион деген ол жалпыға өткен кезде. Сіз 2,5 миллиардқа дейін істей береді. Солай ма деп, андай халық деген бір-бірінен естіп, бір андай абыржып, уайымдап. Дезинформация да тарап жатыр. Иә, стресске түсіп жатыр да. Ол кәсіпкер қазір мысалы кәсібімен айналысып, жылда аман-есен жауып, келесі жыл қалай жұмыс жасаймын деп, жаңағы отбасына сыйлығын алып, бір рахаттанып жүрген адам қазір мен айналамда жоқ десем болады. Барлығы әйтеуір абыржып, не істесек болады, қалай істесек болады деген жаңағы уайыммен жүр. Жақсы. Маған осы сұхбат болады деген кезде Инстаграмда көптеген сұрақтар болды. Ұлпан, услуга бойынша, қызмет көрсету саласы бойынша, өндіріс бойынша қандай өзгерістер бар, қандай тиімділіктер бар деген сияқты. Жалпы осы салаларға жеке-жеке тоқталып айта аламыз ба? Былай айтайықшы, товарлы бизнестен бастайық. Осы бизнеста ұзақ қалу үшін, осы режимнен аман-есен деп айтайық, аман-есен шығу үшін қандай бір тиімді тұстарын айтасыз? Бірінші содан бастасақ, сосын басқа кәсіптерге тоқтала кетеміз. Яғни бұл жерде барлық кәсіпкерлердің түсіну керек бір зат бар, дүние. Яғни сіздің тұтынушыңыз кім? Мысалы, менің тұтынушым заңды тұлғалар. Мысалы, заңды тұлға бір зат, мягкий мебель деп айтайықшы. Иә, сізден сатып алатын кісі жеке тұлғама, яғни мен өз үйіме алдым, сізге Каспимен немесе қолма-қол ақшамды төледім деген сияқты. Немесе сіздің тұтынушыңыз ТО, немесе ИП болса да болады. Жалпы режимдағы заңды тұлғама. Осыны ара жігін анықтап алу керек та. Демек, мен өзімнің жаңа жұмсақ жиһаздарымды сататын, мен кім аудитория? Егер кәсіпкерлер болатын болса, мен ол кісілердің режимдарын сұрауым керек. Иә, ол кісілер сізден сұрайды негізінде. Сізден алар кезінде, сатып алар кезде, сіз қандай режимдесіз? Қазір бүкіл кәсіпкерлер, бүкіл жаңағы өздерін поставщик дейміз ғой, яғни өздеріне жаңағы материал сататын, зат сататын компаниялардың барлықтарына жіберіп жатыр, хат жіберіп жатыр. Сіз 2026 жылда қандай режимде боласыз? Өйткені бізде мынау неше түрлі сайттар бар ғой, ақпарат беретін. Оның ішінде еш жерде режим туралы ақпарат жоқ. Мысалы, мен өзім ИПім бар, сіздің ИПіңізбен жұмыс жасайын деп жатырмын. Ұлпан ханым ИПісі қандай режимде екен деп мен еш жерден көре алмаймын. Соны мен сізден сұрамын. Мен мысалы жалпы режимдамын. Өйткені бухгалтерский жаңа қызмет
жеңілдетілген режимде ешқашан жұмыс жасай алмағанда жұмыс оған тыйым салды. Жасамайды. Жасамайды. Өйткені өкіметтің ойы бойынша біз бухгалтерлік қызмет жақсы пайда көреді деп саналады. Мысалы, мен сізге айтамын, Ұлпан ханымның ИП-сын мен қай жерден көре аламын? Еш жерден көре алмаймын. Мен сізге хат жазамын: Ұлпан ханым, 2026 жылда сіздің ИП-іңіз қандай режимде болады? Сіз маған ресми хат жазасыз. Біз осындай компания 2026 жылдан бастап біз жалпы режимдамыз деген сияқты. Мен сосын сізбен жарайды, онда мен сізбен жұмыс жасаймын деп келісім шартқа отырып, 1 жыл бойы сізбен жұмыс жасаймын. Сондай болады да ол кісілерде. Мысалы, жаңағы жұмсақ жиһазын сататын кісі сатып өзінің ұсынысын береді. Жаңағы заңды тұлғаларға, заңды тұлға ол кісіден сұрайды: сіз қандай режимдасыз? Мен жалпы режимда десе, ол кісілер жарайды. Ол кісілер жалпы режимда болса, яғни заңды тұлға жалпы режимда болса, оған жаңағы жеңілдетілген режиммен жұмыс жасау тиімсіз да. Осы тұста айта кетейін, неге тиімсіз? Өйткені ол өзінің компаниясының шығындарына сізге төленген ақшаны шығын ретінде ала алмайды. Яғни, мысалы, сізден бір 10 миллион теңгеге тауар алатын болса, оның 20%-ын ол, мысалы, үнемдейтін еді. Ол салықтан жаңағы өзінің табысынан түседі ол ақша шығын ретінде. Ал егер сіз жеңілдетілген режимде болсаңыз, 2026 жылдан бастап оны шығын ретінде ала алмайды. Оған ол өте тиімсіз да, бір жағынан, яғни 20% салығынан айырылып қалайын деп отыр да. Сіз үшін ол салық төлейді 20%. А егер сіз жалпы режимде болсаңыз, ол салық төлемейді сіз үшін деген сияқты. Осы тұста, яғни тауармен айналысатын кісілер, оның тұтынушылары сізден қандай режимдасыз деп жаңадай сұрап талап етпейінше, сіз жеңілдетілген режимде жұмыс жасай берсеңіз болады. Енді өндіріспен айналысатын кәсіпкерлер үшін қандай тиімді ұсыныстар бар сіздің тарапыңыздан? Өндіріспен айналысатын кәсіпкерлер үшін. Олар да жаңа жиһаз шығаратын, сондай ғой да? Иә. Оларға енді айтарлықтай жеңілдік жоқ негізінде. Бір өндіріске деген бізде бір СЭС, свободная экономическая зонада сондай бір завод қойып жатқан компанияларға жеңілдіктер бар енді. Ол үшін ол жаққа завод қоюда үлкен қаражат қажет етеді. Ал енді мына кішігірім кәсіпкерлерге, өндіріспен айналып жүрген кісілерге ондай жеңілдік жоқ. Ол кісілердің барлығы да жаңағы түбегейлі өзінің соңғы тұтынушысы кім? Соған не қылады ғой? Соған қарайды. Яғни сол тұтынушы жеке тұлға болатын болса, проблема жоқ. Жұмыс жасай бересіз. Ал егер жаңағыдай заңды тұлға болатын болса, олардың талаптарына қарайсыз деген сияқты. Енді осы жерде айта кететін нәрсе, жеңілдетілген режим, біз нелерін айтпадым ғой деймін. Жаңағы ставкалар дейді ғой. Қазіргі таңда 4% пен 6% деп тұр. Ол әр жаңағы өзінің райондарға байланысты, өлкелерге байланысты өзінің әкімшіліктерінің шешімімен 4% немесе 2% деп азаю мүмкін. Соны да ескере отырыңыздар. Қызмет түрін алсақ, жаңа бухгалтерлік қызметтер болуы мүмкін, салон болуы мүмкін, түрлі. Осы қызметтерге қандай ұсыныстарыңыз бар? Және олардың лимиттері қандай, жаңа сіз айтып тұрған? Иә, ол қызметтерге байланысты, яғни басында айта кеткендей, жаңа өзін жұмыспен қамтамасыз ету режимі, ол жерде тек қызметтер. Яғни сіз мысалы үйде отырып бір репетиторствомен айналыссаңыз, немесе бір шағын кәсіппен айналысатын болсаңыз, жаңағы айына 1.300.000-нан аспаса, сіз сол режиммен жұмыс жасай бересіз. Ол жерде тек қызметтер өйткені ол тауармен сатуға болмайды ол режимде. Екінші, жеңілдетілген режим бойынша жаңа салон красоты, фитнес-клуб, неше түрлі жаңағы орталықтар, егер сіздің тұтынушыңыз, яғни қайтадан айтатын нәрсе, сол тұтынушыңыз жеке тұлға болатын болса, сіз жеңілдетілген режиммен жұмыс жасай бересіз. Жақсы. Бізде қазір енді көптеген кәсіпкерлер инфобизнеста жұмыс жасайды. Мысалы, онлайн курстар сату болсын, офлайн курстар сату болсын. Ол жақта қандай өзгерістер бар? Бұл жерде де енді қатты бір, қалай десем болады? Қатты бір сіздерге қиындататындай өзгеріс жоқ негізінде.
яғни сіздің жаңағыдай жеке тұлға болса, қайтадан тұтынушыңыз, сіз жеңілдетілген режиммен жұмыс жасай бересіз, тек жаңағы окетті байқау керек. Жаңағы тыйым салынған тізімнің ішінде болмасаңыз болды. Осы видеоның ортасына тағы бір айтып кетейік. Айман ханым тыйым салынған океттер және тыйым салынбаған дейміз ба? Рұқсат етілген. Рұқсат етілген океттардың тізімін сіздерге дайындап қойды. Оны алу үшін сіздер не істейсіздер? Төменде Айман ханымның Instagram аккаунты тұр. Сол жерге кіріп, дайректна не деп жазамыз? Тізім деп жазасыздар, және сіздер осы YouTube-ның астына осы комментарий жазсаңыздар, қандай пікір болды, осы видеодан қандай инсайттар алдыңыздар, соны жазып, скрин жасап сізге жіберсін. Егер шынымен видеоны көрді ма, көрмеді ма деген сияқты. Енді келесі сұрақ менде. Жалпы өте көп кәсіпкерлер қызметкерлерін ИП-ға тіркемейді. Жұмысшыларды тіркемей жұмыс жасайтындар бар. 100 миллиондап оборот жасайтындар, 50 миллиондап. Жалпы осы кәсіпкерлер үшін қызметкерлерді тіркемеу қандай рисктарға апарады? Енді қызметкерлерді тіркемеу деген қандай рискке апарады дейсіз ба? Сізге, яғни салық органдарынан сұрақ болуы мүмкін да. Сіз бір өзіңіз осының бәрін қалай жұмыс жасап жатырсыз? Қалай жасап жатырсыз? Бұл оборотты. Бұл оборотты. Ол мүмкін емес деген. Енді адам санасына сыймайды да. Сондықтан сіз дәлелдеңіз деп жаңағы сіздерге сұрақ қою мүмкін. Осындай мәселелер болмау үшін командаңыздағы бірнеше адамды, ең болмағанда 2-3 адам болсын, әйтеуір жалпы негізінде барлығын тіркеп, бір ресми, барлығын дұрыс көрсеткен әрине жақсы. Өйткені неге? Енді әр адам өзінің бір жоспары бар, мақсаты бар деген сияқты. Ол кісілерде мүмкін ертең күні ипотекаға үй алғысы келеді, немесе бір кредитке жүгінгісі келеді, отбасы банкпен бір платежеспособностьін дәлелдеу үшін деген сияқты, немесе өздеріне бір бизнестарына кредит алғысы келеді дегендей, соның барлығын бір жүйелеп отыру үшін жалпы кәсіпкерлерге жұмысшыларын тіркеген абзал болушы еді. Мен осы жерде екі ақпарат естідім да. Біріншісі, қызметкерді сіз жаңа қызметкер ретінде тіркеп салықтарын төлеп отырасыз дейді. Екінші вариант, екінші нұсқасы, сіз қызметкеріңізге ИП ашқызып, соған жаңағы заңды түрде төлем жасап отырасыз дейді. Жалпы қайсысы қай жағдайда тиімді? Бұл жерде енді жұмысшының қалай жұмыс жасап жатқанына байланысты да. Мысалы, егер ол сізге онлайн жұмыс жасап, мысалы сізбен бірге тағы да бірнеше кәсіпкерлермен жұмыс жасайтын болса, әрине ол ИП ашады. Егер ол тек сізбен жұмыс жасаса, онлайн болса да, офлайн болса да, ол сіздің жұмысшыңыз болып саналады. Осының бір ара жігін біліп алса болды да. Мысалы, жаңа критериялары осындай болып тұр. Мысалы, мен бірнеше кәсіпкерлермен жұмыс жасаймын, болды, мен ИП-мін, мен ИП ашуым керек, немесе жаңағыдай басқа жаңағы ИП ашуым керек қой. Сонымен жұмыс жасайды. Егер мен мысалы тек сізбен жұмыс жасаймын, сіз ғана маған жаңағы айлық төлейсіз, жалақы төлейсіз, онда болды, мен жұмыскермін сіздің. Тағы мен мынандай бір ақпарат естідім да, бір адам бір жерде официально бір ғана жерде жұмыс жасай алады дегенше. Жоқ, ондай жоқ па? Бір адам бірнеше жерде жұмыс жасайды, бірақ жұмыс сағаттарын белгілеу керек та. Мысалы, адам 8 сағаттан артық жұмыс жасай алмайды. Мысалы, бір жерде 3 сағат жұмыс жасау мүмкін, бір жерде 2 сағат бір жерде тіпті онлайн жұмыс жасау мүмкін. Оның бір ставкалар бар, 0,25, 0,5 деген сияқты, өзі 2-3 жерде жұмыс жасаса болады. Демек, біз өзіміздің ИП-мызға басқа жерде официально жұмыс жасайтын қызметкерді қоса аламыз, оның бірақ жаңағы бір несі бар, енгізіп кететін тұсы бар. Мысалы, основной жұмыс деген бар, немесе қосымша жұмыс. Основной жұмыс деген бірінші жұмыс жасап жатқан жерде ол кісі жаңағы основной болады да, сізде как қосымша сияқты бола береді, ода заңды не жоқ. Одан кейін көбісі ойлап жатады, жаңағы самозанятый дейді ғой, өзін жұмыспен қамтамасыз ететін адам, мысалы, басқа жерде жұмыс жасай алмайды деген сияқты. Сондай бір түсінік бар екен кейбір кісілерде, ондай емес. Мысалы, сіз ресми түрде бір компанияда жұмыс жасауыңыз мүмкін, тода мысалы бардыңыз, бір жұмысты атқарасыз, мобилографсыз деген сияқты. Әсіресе фрилансерлер керек, сіз мобилографсыз, кәдімгідей бір компаниядан жалақы алып отырсыз. Бірақ, мысалы, өзіңіздің қолыңыз бос кезде,
сенбі жексенбі күндері сіз барып басқа да қызметтер атқарасыз. Ол кезде сіз өзіңіздің табысыңызды жаңа өзін қамтитын самозанятый режиммен чегіңізді ұрып көрсетсеңіз болады. Жақсы. Осы кәсіпкерлерде жалпы бухгалтерияда өте көп жаңағы профессиональный жұмыс жасайтын бухгалтерлер бар, және де оқып алып жұмыс жасайтын тәжірибесі аз бухгалтерлер бар. Осы жерде өте көп ИП-ларда жаңа қателіктер шықса, жауапкершілік ИП-ның мойнында. То есть кәсіпкер жауап береді. Осы жерде сізден бір практикаңызда болған ба, бухгалтердің қателігінен кәсіпкердің қандай да бір зиянға ұшырағаны деген сияқты. Бұл жерде мен мына нәрсені жеткізгім келеді адамдарға, өйткені бұл тапсыратын отчеттарыңыз болсын, ИП-ны жүргізу болсын, бір сөзбен айтқанда үлкен кәсіпкерлік жауапкершілік қой, сондықтан бір жеңіл желпі қарайтын нәрсе емес та, басқа адамдарға да сабақ болатындай бір тәжірибе бар ма сізде? Практикаңызда кездескен? Жалпы мен жаңа сіз айтып өткендей, шынымен де жаңа жеке кәсіпкер, ол бухгалтер маман сізге жаңа отчетыңыз жасап берсе де, немесе салықтарыңыз төлеп берсе де, соңғы жауапкершілік сізде бәрібір. Сондықтан да осы тұста мен айта кетер едім, базовый минимум деген бар ғой қазір. Сол бүкіл осы кәсіппен айналысатын кісілер еш болмаса сол базовый минимум, сіздің режиміңіз қандай салықтар төленіп жатыр, жаңа кірісіңізді қалай есептеймін деген сияқты нәрселерді, ақпараттарды жалпы біліп алған дұрыс деп ойлаймын. Ал жалпы бухгалтерларға келетін болсақ, бұл жерде тек енді заң бойынша әрине бухгалтерді жауапқа тартуға болады. Ол әсіресе үлкен кәсіпкерлерде кездесіп жатады. Оларда жаңа бухгалтер ресми түрде жұмыс жасайды, директордан хабар болмайды. Сосын бухгалтерлар бір өздеріне қате жұмыс жасап, жаңа директорды бірталай шығынға ұшыратып жататын жағдайлар болады. Сол кезде кәдімгідей директор барып сотқа беріп, бухгалтерларды енді алла сақтасын түрмеге де отырғызып жатқан жағдайлар бар негізінде. Ал енді ИП-ға келетін болса, ИП негізінде енді оны да дәлелдеп, жаңа сіз ЕЦП-ңды берген, бухгалтерға осын тапсырғам деген сияқты барлығын заңдастырып көрсетсеңіз әрине болады. Бірақ оның жұмысы да көп, шығыны да көп деген сияқты. Соңында келгенде бәрібір жауапкершілік өзіңізде да, оның бәрін дәлелдеу үшін. Ал жалпы мен айтар едім, енді адамгершілігі бар, жауапкершілігі мол бухгалтер тапқан кәсіпкердің жолы болды деп ойлаймын. Және профессионалдық тұрғыдан қалай таңдау керек бухгалтерді? Жалпы енді бізге бірінші көрінгенде бәрі адал, жауапкершілігі бар сияқты көріне береді ғой. Енді тәжірибесіне қарайды. Тәжірибесі заңдастыруға болады ма осы жағын? Мысалы, кәсіпкер мен бухгалтердің арасында осындай қателіктерді жауапкершілікке алам деген сияқты. Енді оны келісімшарт жасаған кезде жасап кетуге болады. Осындай өзіне қателіктер болса, оны енді екі жақ отырып, жаңа келісімшартты кәдімгідей юристпен жасса, әрине болады. Одан кейін жаңағыдай клиенттердің отзывтарына қарайды. Жалпы бірақ бухгалтерияны біздің келген клиенттердің барлығы да бірде-бір клиент мысалы рекламадан келмеген екен. Инстаграмнан бір суық бір бухгалтерия жалпы адамға сену ғой. Сіздің енді кәсібіңіз, жаңағы отбасыңызды асырап отырған бір кәсібіңіздің тұтқасын бересіз да бухгалтерға. ЕЦП кілтіңізді бересіз. Бүкіл жаңағы кейбір кезде айтамын ғой, әйелі білмейтін заттарды бухгалтерге айтып жатады деген сияқты ғой. Сондықтан бәрін сеніп тапсыратын болғаннан кейін өзіңіздің таныстардың арасынан бекен сөйтіп бір сенімді кісімен жұмыс жасауға тырысады енді қазіргі таңда. Шынымен де біздің жаңа клиенттердің барлығы да бір-бірінен естіп, таныстың танысы, таныстың досы деген сияқты, достың танысы деген сияқты солай жиналғанда. Содан кейін мен түсіндім, бухгалтерия бұл суық бір холодный клиенттермен сырттан клиент жинайтын кәсіп емес сияқты. Сізге солай көрінеді? Иә, маған солай көрінеді қазір. Иә, бірақ өте көп нелер бар ғой, бухгалтерлер бар, тәжірибесі аз болуы мүмкін. Енді мен олай айтпаймын, өте көп, енді осы салада жүрген соң мен білемін. Мүмкін ол саладағы жаңадан оқып, енді тәжірибе жинап жатқан бухгалтерлерге де профессиональный білім керек шығар. Әрине, енді мен профессионалдық білім бухгалтерияны оны бәрін үйреніп біліп қойсаң да күнде өзгеріп жатыр ғой бізде.
қазір бізде жаңағы айта кететін нәрсе, салық кодексі шықты, бірақ бізде қаулы деген нәрсе бар. Яғни постановление дейді. Жаңа айтып отырған тізімдерді де оны салық кодексінің сыртына шығарды да, оны қаулы ретінде қалдырып қойды. Яғни ол не деген сөз? Мысалы, біраз уақыттан кейін біздің үкімет ол тізімді өзгертуі мүмкін. Ол яғни салық кодексіне жазылған нәрсе ол бірнеше жылға кетеді. А қаулыны ол мысалы 1-2 айдан кейін, мына тізімді былай өзгертейін. Мынау бізге тиімсіз екен. Мынаны былай өзгертейін деген сияқты өзгерте береді. Сол моменттердің барлығын осы қарап отыратын бізді бухгалтерлар. Өзгеріс бізде кейбір кезде өзіміз үлгермей жатамыз. Біз әсіресе бірнеше группада отырамыз, чаттарда. Осы бір нәрсені өткізіп алмайықшы. Осы бір нәрсені бүйтіп алмайықшы деген сияқты. Өйткені үлгере алмай жатасың. Бүгін мына постановление шықты, ертең ана постановление шықты, былай өзгеріп кетті деп. Сондай тұстар бар да. Осы бухгалтерияны ол профессионалды түрде сен университетте оқыған бір бөлек. Бірнеше жыл жаңағы бухгалтер болып жұмыс жасаған ол бір бөлек. Қазіргі таңда сен күнделікті ақпарат қарап отыру керек та. Бухгалтердің жаңағы жауапкершілігі өте көп қазір. Сіздің жауабыңызда мен мына нәрсені түсініп тұрмын. Көптеген кәсіпкерлер әр жаңағы налог уақытында жаңағы төлемдерін төлету үшін ғана бір реттік қызметтерді алады ғой бухгалтерлер. Демек, ол 2026-та ол ұсыныс тиімсіз. Демек, әрбір ИП үшін бір бухгалтер керек. Енді бір бухгалтер болғанда әрбір ИП кемінде жаңағы 3 айда бір рет бухгалтермен кездесіп кеңес алып тұру керек деп ойлаймын. Сізде мысалы бір ай сайын төлемесеңіз де шамаңыз жеткенше 3 айда бір рет мысалы осындай бір жаңағы кірістеріміз болып жатыр, осындай жағдайлар болып жатыр. Мына жер қалай істесем екен? Өйткені қатенің алдын алған дұрыс та. Дұрыс. Кейін өзгертіп, оның штрафын, пенясын төлеп жүргеннен гөрі. Жаңа сіз айттыңыз ғой, океттардың қаулысы әлі шыққан жоқ деп. Бізде қазіргі заң бойынша 1 наурызға дейін барлық океттар өзгертіп, режимдарын ауыстыратындар үлгеру керек деді. Демек, қазір қалай жасау керек кәсіпкерлер? Жоқ, қаулы шықты да, оны бірақ өзгерте алулары мүмкін. Өзгеру мүмкін. Біраз уақыттан кейін өзгеру мүмкін. Ал енді жаңа сіз егер жеңілдетілген режимда қалатын болып шештіңіз, қазір де жеңілдетілген режимдасыз. Ол кісілер 1 қаңтар мен 1 наурызға дейін қайтадан жаңағы өзі хат беріп, өтініш беріп үлгеру керек. Мен осы жеңілдетілген режимда қаламын деген. То есть ауыспасаң да қаламын деп өтініш беру керек, Егер оны жасамаса, жалпы режимге өтіп кетеді. Жалпы режимде ол 10% кірістен шығыстан. Ол жақта жаңағы НДС-тің да лимиті бар. Осы тұсты өте прям ұқыпты болу керек. Өте, қалай десем, өткізіп алмау керек та. Сіз жеңілдетілген режимдасыз. Жеңілдетілген режимде қалғыңыз келеді. Қалам деп шешім қабылдадыңыз, болды. 1 қаңтар мен 1 наурыздың ортасында қайтадан өтініш бересіз. Өзіңіздің жаңағы салық органына, мен осы режимде қаламын деп. Түсінікті. Айман ханым, осы подкастымыздың соңында сізден сұрағым келетіні, маман ретінде жалпы кәсіпкерлер үшін де, жұмысшылар үшін де, қарапайым халық үшін де қандай кеңестер бере аласыз? Яғни бұл өзгерістер оңай болмайтыны, яғни бірнеше жыл бізге кәдімгідей үйренуіміз керек. Период адаптация дейді ғой, сол периодтан өтуіміз керек. Жалпы енді қазақ халқы мықты ғой. Біздің халықтың басынан не өтпеді, мысалы дегендей. 90 жылдарда да экономика құлдыраған кезде де халқымыз шыға білді. Бұдан да Құдай қаласа жақсылап мықты болып шығамыз. Әрбір қиын кезең мықты адамдарды туады дейді ғой. Сол кәсіпкерлердің де бір қасиеттері, өздері не үшін кәсіпкер болып жүр, ол кісілер сол қиындықты жеңе біліп, шешім шығарып, өздеріне жауапкершілікті алып, мықты жұмыс жасай алғандықтарынан осындай кәсіпкер болып деген сияқты кәсіппен айналысып жүр. Осыдан да Құдай қаласа мықты болып шығайық, барлығымызға. Яғни бұл өзгерістер оңынан болсын. Енді бұны айту оңай емес, енді бірақ енді айтуға тура келеді. Ол оңынан болсын. Енді біздің үкіметтің айту бойынша экономикамыз көтеріледі деп ниеттеніп отыр ол кісілер. Көтерілсін экономикамыз, мықты кәсіпкерлер шықсын. Осындай бір тілек тілер едім. Және жұмысшылар үшін? Бұл жерде яғни жұмысшыларға да айтатым, яғни қарапайым халық, енді сіздер де кәсіпкерлерді түсініңіздер деймін. Ол кісілерге де оңай емес. Мысалы пайданы тауып,
кейбір жерлерде офистар арендаға алады, мысалы тауарларын сату, оның бәрімен келісім шарт жасап, осы өзгерістерге бейімделіп, сіздердің жаңа жалақыларыңызды тауып беру ол кісілерге де оңай емес. Сондықтан кәсіпкерлер мен жұмысшылар да бірігіп, бір-бірін түсініп, жаңа ауызбіршілікпен ғана бірге отырып қана жеңеміз деп ойлаймын. Енді кәсіпкерлерде де маған қиын, жаңа салығымыз көп болып кетті деген сияқты жұмысшыларын жұмыстан шығармай, белгілі бір мүмкін әйтеуір бір компромисс дейді ғой, ортақ шешімдерге келе отырып, сондай бір жақсы шешімдермен бір-бірімізді қолдай отырып шықсақ деп ойлаймын осы неден, қиындықтардан. Және де қарапайым халық үшін де айтарым, қазір енді рассрочканың, кредиттің несі лаулап тұрған уақыт қой, жаңағы 0024 дейді деген сияқты. Қажетсіз сатып қажетсіз. Яғни қай жылдары мен бір статистиканы оқып едім, бірнеше миллиард теңге дейді, осы 3 күнде продажа болған дейді, соның 80% дейді айфондар дейді. Мәссаған. Мен ол айфон прям қатты қажет дүние деп ойламаймын да. Мысалы енді әрбір адамда телефон бар негізінде деген сияқты да. Жалпы ол сізге қатты қажет дүние болмаса, артық мынандай қаражат жұмсаудан кішкене өзімізді осы тұста ұстасақ деп ойлаймын. Жалпы финансовый грамотность дейді ғой, енді финансовый білім барлық азаматқа керек. Қазақ азаматына, барлық азаматқа керек жалпы. Сондай тілегім бар. Және сіздің сөзіңізге өзімнен қосып кеткім келеді. Кәсіпкер ретінде жалпы қазір нақты осы саланы білетін маманмен, бухгалтерлермен жұмыс жасаған тиімдірек деп ойлаймын, барлық жағынан. Өйткені бұл жаңағы салықтық режимнің дұрыс таңдалуы, дұрыс режимде қалу, одан бөлек осындай кезеңдерде дұрыс шешімдер қабылдау үшін де кәдімгі мамандармен жұмыс жасаған тиімді деп ойлаймын. Сондықтан кәсіпкерлер бір реттік отчет тапсырып беретін емес, тұрақты түрде жұмыс жасайтын бухгалтерлермен жұмыс жасаңыздар. Енді бұл менің кәсіпкер ретінде өзімнің жеке пікірім. Енді әркім қабылдайды ма, қабылдамайды ма өзі біледі. Өйткені менің де жаңа сізден сұрадым ғой, сізден айналаңызда бар ма осы бухгалтерлердің қателігінен бір қиындықтарға, ситуацияларға ұшыраған деген сияқты. Менің де айналамда өте көп кәсіпкерлер бар, өте көп жаңа бухгалтерлердің қателігінен өте көп налогтар төлеген, штрафтарға ұрынған деген сияқты. Кәсіпкер ретінде мысалға біздің де өзіміздің таза табатын табысымыз 30-35% болса, оның өзінің де жаңағы штрафтарға ілінсең, ол да оңай нәрсе емес та. Сондықтан да бұл енді менің шын жүректен айтып отырған, қалай айтсам болады, өтінішім деп айта аламын. Жалпы бүгінгі подкаст өте күшті болды, Айман ханым. Мен тағы да айта кетейін, жаңағы осы халқымыз үшін бір пайдалы іс болсын, жаңа тізімдер ол беріледі дедім. Одан кейін бізде мини курс ашылған болатын. Енді ол былай сатылым емес, жалпы ол тек таза білім. Негіз біз оны 3 айдай жаздық. Осы білімдер пайдалы болсын халқымызға деп бір қолжетімді бағамен шығарып отырмыз. Егер қажет десеңіздер, оны да Инстаграмнан таба аласыздар. Және де осы 1-2 айдың көлемінде бізде де енді жылдық отчеттарымыз бар, өзіміздің уақытымыз шектеулі дегендей. Осы 1-ші айда, 2-ші айда егер халық жазып жатса Инстаграмға, маған осындай бір кеңес керек еді десе, уақытқа қарай барынша тегін кеңес беруге дайынбыз. Керемет. Рахмет сізге көп-көп. Айман ханымның Инстаграм аккаунтын біз төменде қалдырамыз. Және біздің жаңағы тізімдерді алу үшін, сабақты алу үшін шарттарды орындасаңыздар, және Айман ханымның Инстаграм аккаунтына кіріңіздер. Рахмет сізге, Айман ханым, өте пайдалы болды деп ойлаймын. Және осы подкаст кімге қажет деп ойлайсыз, сол таныстарыңызға жіберіңіздер, үй алғысы келіп жүрген таныстарыңызға жіберіңіз. Және осы жеке кәсіпкерлікпен айналысатын туған-туыстарыңызға, таныстарыңызға жіберіңіздер. Бұл подкаст, мен ойлаймын, бәріне пайдалы болады деп. Баршаңызға сәттілік. Үлкен рахмет сізге.